Сен неға қарап тұрсың, братан? Нормас. Так, қазір видео түсіріп тастайық. Сәт достар, сіздермен бірге мен Нұриден. Бүгінгі видео бізде өте қызықты видео болады. Стоп. Мен неге каждый видеомды өйстіп бастай берем? Басқаша көру керек. Yo, what's up, my niggas? Тағы да осы өйстіп бассам комментарияның бәрі плагиат болып кетеді ғой. Ассалаумағалейкум. Бұл да болмайды мүмкін. Сәлем достар, сіздермен бірге Пазл армаздар. Пазл айтпақшы, Пазл сіздерді миллион подписчикпен құттықтаймын. Миллион подписчик құтты болсын. Және Пазл енді қазақша контентте түсіретін миллион подписчик бар. Бірінші канал болайын деп тұр. Бұл қазақ ютубында бірінші рет болайын деп тұр. Яғни каналдар бар, бірақ олар орысша контентте түсіреді. Пазл сендер көріп өтсіңдер құттықтаймын. Бәріміздің де сүйікті ютуберіміз бар. Мысалы менікі Зайнуридин. Мен өз өзімді өте қатты жақсы көремін. Жалғастырамыз. Мысалы сенікі Темірлан болады, бұл мүмкін Алик KZ. Ютуберің көп, мен білем. Егер сен ютуб көрмесең, онда сен бұл видеоны көрмейсің. В общем, бүгін мен қазақ ютуберлері қанша ақша табатынын көретін болам. Жарты жыл бұрын тура осындай видео түсірген, бірақ мен кезде примерно 4 па 5 па ютуберді көрдім. Бүгін мен өте көп ютуберді көретін болам. Инстаграмда ютуберлердің ақшаларын, қанша ақша табатын, айына қанша күніне табатын көретін боламыз. Мүмкін сендер мен қанша табатын қызықтыратын шығар, ал не болмаса Темірлан Болаттікі қызықтыратын шығар. Ал ендеше енді видео кешіктірмей түсіруге тырысам. Мен осы 4-5 күн ба 4 күн бұрын видео түсірдім. Мен ол күндер бойы мен тикток түсіріп шықтым. Бір апта тикток түсірдім, бір аптада 50 подписчик жинадым. Ендеше дәл қазір маған осы үшін ПК керек, яғни персональный компьютер. И соған барып қазір сайтқа кіріп кеттік ендеше go. Не үшін тұрсыңдар, жүрсеңдерші? Пожалуйста, жүріңдерші. Сендер өздеріңіздің экран алдында артында тұр екенсіңдер ғой. Жарайды, онда мен сендерді сол жаққа барам. Hey, what's up? Жалғастырады екенбіз ғой. Короче, мен жақты видео түсіріп бүйтіп уақытым бәрі кетіп қалды. Қазір түн болып кетті ғой, күн батып жатыр. Короче, дәл қазір ана сайтқа кірейік. Бум, чики бамбони, чики макдагет, чики гантель, чики телефон, чики микрофон, чики шкаф, чики дива, чики төсек, чики шалбар, чики киім, чики көйлек, чики кітап, чики духи. Бірінші бір Темірлан Болатты жазамын. Темірлан Болат. Бұл сайт, достар, бірінші айтып кетем, бұл сайт өтірік көрсетеді. Яғни дәл қазір ол примерно ғып өзім сіздерге дұрыстап айтып беретін болам. Мінеки мына жерде ол қанша, яғни бір санды алып тастаймыз, мынаны алып тастаймыз. Мінеки сөзі қанша, мынадан қаншаға дейін табатын көрсетіп тұр. Мінеки және астында қанша күндері тапқан табыстарын көріп тұрсыз. Мысалы видео сайын, күн сайын тапқан табыстарын көріп отырсыңдар. Келесі бізде Алик KZ. Oh my god. Серьезно, қанша табады деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, бұл сайт айтып кеткенде таза өтірік көрсетеді. Примерно осындай табыс табады ол. Яғни бұл осы айдың ішінде, бір айдың ішінде табатын табысы. Ал мінеки және күн сайын қанша алып отқанын көрсетіп тұр. Бұл негізі керемет ютубер. Бұл да келесі миллионға жететін біздің қазақша ютубтағы миллионға екінші жететін ютубер болайын деп тұр. Келесі В общем, келесі бізде Пазл. Бұл, тура Алик KZ-кен бірдей. Айына $100 жоғары табады ғой, Мінеки бізде күн сайын тапқан дауыстары. Келесі бізде ол мистер прикольчик. Ол, айына $25 бастап $400 дейін табылады,
Ош, мінекей көріп отырсыңдар, мінекей күн сайын табатын доходтары. Керемет. Прикинь, қазір ғана өзім жазып көрсем, мен аж $5 деп қойыпты. Я бұл мінекей өтірік екені көрініп тұр, мен ағам тұр, бәрі тұр, бірақ бұл өтірік. Мен ютубтан ешқандай да ақша алмаймын. Өтірік. Келесі бізде нони, бұл да тура айлықтықмен бірдей ғой, короче. Примерно бір $90-80 арасы, короче. Мінекей күн сайын табатыны 57, 30, 47, в общем, сол.